Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Отырамыз. Қал жағдайымыз қалай, құрметті оқушылар? Сабаққа бүгінгі дайындығымыз жақсы ма? Көңіл күй жақсы ғой? Олай болатын болса, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқушыларға есептер шығару арқылы химиялық қосылыстардың формуласын жаза білуге үйрету. Сабақтың міндеттері сандық есептерді шығара білуге дағдыландыру. Бүгінгі сабағымыз былайғы сабақтардан, өткен сабақтардан қарағанда сәл бір ерекшелігі бар. Өйткені деген біздер қыркүйектен бүгінгі желтоқсан айына дейін бірталай формулаларды өттік. Солай ма? Қараған формула өттік. Сол формулаларды бүгін айтып өтіп, сол формулаларға байланысты есептерді шығаратын боламыз. Түсінікті ме балалар? Бұл есептер қатты қиын емес, бұл есептерде сіздер таныссыңдар. Сабақ кезінде үлгермей қалған есептеріміз болса, бүгін ортаға салып шығара жатамыз. Жарай ма? Олай болатын болса, түгел бәріміз орнымыздан тұрайық, асықпай, келіп, мына жерге келіп, мына түрлі түсті шардан таңдап аласыз. Келіңіз балдар. Жазасып отыра қоямыз. Айтып кетейін, қара шар алғандар бірінші топқа отырамыз. Сары шарды алғандар екінші топқа отырамыз. Қызыл шар үшінші топқа отырады. Және жасыл сарымыз төртінші топқа отырады. Әрбір топта бағалау парақшасы бар. Алдыңызда топ басшысы бағалау парақшасына қарап, әрбір топта отырған оқушының аты жөнін жазатын боласыз. Және қазіргі осы сабақта жасалынатын кезеңдер бар. Кезеңдер бойынша сіздер бағалап отырасыз шыққан оқушыларға. Балдық жүйеміз 10 балдық жүйе болады. Түсініп отырсыз ғой да? Керісінше осы мына бағалау парақшасында әрбір сатысы бар, оларды біліп отырсыңыз өздеріңіз. Ой қозғау, сәйкестендіру және есептер бар. Жалпы ұпайын шығарып бересіз, мен қорытынды баға шығарып беремін. Түсінікті ғой да балалар? Онда біреуіміз жазып отырамыз. Топта қай оқушылар отыр, соның барлығын жазып отырамыз. Олай болатын болса, бірінші кезеңімізді бастаймыз сабақта. Үйге берілген тапсырмамыз ой қозғау деп аталады. Берілген формулаларды бүгін естуіміз керек болады, аяқтауымыз керек болады. Экранда көріп отырсыз ғой. Таңбаның бас жағы бар, аяқ жағы жоқ. Естуіміз керек екен біздер? Аяқтауымыз керек. Ал, бастайық. L тең болады. Тақтаға шығып жазамыз. Бор бар. Келіңіз. Келіңіз.
Так, енді түгел бәріміз мұқият қарайық. Дұрыс па екен? Соның жауабын тексеріп қарайық. Жауаптары n тең болады. В бөлінген vm дегеніміз дұрыс қой, да? Так, дұрыс. n ол да дұрыс. Так, тығыздық. Ол да дұрыс. Мольдік масса. Ол да дұрыс қой, дұрыс па? Тығыздық. Ро. n бөлінген. Қате бар ма? Қате бар. Бір қате болды. Бұл кім жазды бұны? Қате бар. Ро. Тығыздық. Үлкен m бөлінген vm болу керек қой. Келіңіз қатені жөндеңіз. Кім жазды роны? Ро. Автор кім? Роны кім жазды? Келіңіз қатені m vm кішкентай m болса да болады. Так, жақсы. Келесі көлемді қандай формула екен? m көбейту vm. Солай ма? Жақсы. Әрбір топтан тұрып, бір оқушы маған түсіндіріп айтып бере қойсын. Бірінші формула не жазылған? Кім анықтамасын айтады? Әрбір топтан. Орнымыздан тұрып айтамыз. Зат мөлшері, Тең болады? көлем, Иә. және мольдік көлем. Мольдік көлем бөлінген. Дұрыс па? Жақсы, керемет, отыра қойыңыз. Екіншісі. Айта қойыңыз. Айта қойыңыз. Масса тең болады атом санымен. Сіз қайсысын айтып тұрсыз? Мен екіншісін көрсеттім ғой. Отырыңыз. Айта қойыңыз. Зат мөлшерін тең атом саны бөлінген арадан тұрады. Дұрыс. Қошеметтеп қояйық. Молодец. Үшінші формула. Зат мөлшері тең масса бөлінген мольдік масса. Мольдік масса. Дұрыс. Келесі. Төртінші формула. Кім айтып береді? Қамбаларды. Айта қойыңыз. Зат мөлшері көбейтілген авокадро саны. Зат мөлшері көбейтілген көбейтілген авокадро саны. авокадро саны. Дұрыс. Келесі. Мына формула. Айта қойыңыз. Авокадро саны тең болады 6,10-нан 2. 6,100-ден 2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі болады. Жақсы, керемет, қошемет. Жауаптарын көрдіңіз. Тақтадағы сіздің жазған жауаптарыңыз көрініп тұр. Барлығы дұрыс. Тек қана бізде бір қате болды ғой, да? Ро дегенде бір қате жіберіп қойдық, оны бірақ не істедік біз? Қатені жөндедік. Дұрыс па? Дұрыстар. Келесі. Алдарыңызда түсіндір, топтық жұмыс, яғни шығармашылық тапсырма, сәйкестендіру. Дәптерлеріңіз бар. Дәптерге сәйкестендіреміз. Содан кейін маған жауабын айтатын боласыз. Сәйкестендіру. Айта қойыңыз. Бірінші n. Бірмен қайсысы сәйкес келеді? Өлшем бірлігі е моль. Так, моль ғой? Дұрыс, керемет. Ал келесі. Басқа топтан айтамыз. Айта қойыңыз. Сізде сәйкестендіру. Екіншісі қайсы деп ойладыңыз? МР жауабы. Өлшем бірлігі жоқ. Демек, Өлшем бірлігі қай әріп таңдадыңыз? С ғой, да? Хорошо. Айта қойыңыз. тең грамм моль. М тең болады. Грамм моль. Яғни қай жауап?
В ма? В жауап. Сіздікі? М тең болады? Төртіншісі ма? Дұрыс па? Келісесіз ба? Төртке А деді. Келісесіз ба? Жоқ, отырамыз. Айта қойыңыз. Төрт масса Д варианты Г болады. Г болады. Грамм болады. Өзгерісі. Ең соңғысы айта қойыңыз. 5 А болады. Атом немесе молекула болады. Жақсы. Енді қараңызшы. Әрбір топтан шыққан оқушыларды не істеп отырамыз? Бағалап отырамыз. Дұрыс жауаптарды. Естіп отырсыз ба? Бағалап отырамыз. Так. Жауаптарын қарайық. Бірінші сұрақтың жауабы Е болды. Дұрыс па? Екіншісі С болды. Үшіншісі В. Төртіншісі Д болды. Бесіншісі А болды. Бәрін дұрыс жауап бердіңіз ба? Рахмет. Керемет. Қошеметтер көрсетіңіз. Жарайды. Ұпай салдарын түсірдіңіз ғой? Жақсы. Енді дәптеріңізге жаңа сабақтың тақырыбын жазып аласыз. Бұл жерде біздер есеп шығаратын боламыз. Тапсырманы әрбір топқа таратып шығамын. Және де өзіңіз көріп отқан тақтада жазылған бұл тапсырмалар көріп отырсыз ғой да? Енді осы есептерді мұқият бір қарап шығыңыз. Мұқият бір қарап шығыңыз. Қай тапсырманы, қай есепті яғни шығаруға маған ұсынасыз. Бұл жерде 6 есеп бар. Қазір ажалың жалғасын ашып көрсетейін. Мына парақшаға қарап айтсаңыз да болады. Парақшаға қарап айтсаңыз да болады. 7-ге дейін екен, я? Қай есепті шығарып беруім керек сізге? 6-шы ма? 3-ге жазамыз. Берілгені реакцияның термохимиялық теңдеуі бойынша көміртек қосылған оттек тең болады. Көмірқышқыл газ, солай ма? Яғни көміртек 4 валентті оксиді плюс 393 не кетеді? Килоджоуль. Массасы 5 килограмм көмірді жаққанда дейді. Қанша жылу бөлінетінін не істеңіз дейді? Есептен бер дейді. Солай ма? Так, жарайды. Біздер әдетте есеп шығарғанда не жазамыз? Берілгені. Бәрін жазып отырамыз. Берілгені. Түгел бәрін жазамыз. Деген ғой, да? Массаны қалай таңбалаймыз? Үлкен әмелі кішкентай? Көмір. Тең болады неше килограмм? Қанша жылу бөлінетінін есептеңдер дейді. Жылудың таңбасы қалай таңбаланады? Жылу. Қалай таңбалады? Таңбасы жылудың. Q болады, дұрыс. Q деп белгілейміз. Таңбалаймыз. Шешуі. Мына реакцияны көріп тұрсыз қой есепте. Сол реакцияны толығымен жазып аламыз. Көмір плюс. Көмірді жағамыз. O2 тең болады CO2. Және де плюс 393 не екен? Килоджоуль. Енді осы арада бір нәрсені ұйғаруымыз керек. Біздер термохимиялық теңдеулерді өткен кезде жылуды бөле жүретін және жылуды сіңіре жүретін екі реакцияны айттық. Дұрыс па? Мұнда бізде плюс 393 килоджоуль деп тұр. Плюс болатын болса, ол қай реакцияға жатыр? Қандай реакцияға жатыр? Экзотермиялық па, әлде эндотермиялық па? Экзотермиялық. Экзо дегеніміз не? Экзо деген. Сыртқа деген. Сыртқа жылуды бөлу деген. Так, онда бізде қараңыз. Қасына жазып қоямыз. Бұл қандай реакция екен? Жазамыз түгел бәріміз. Экзотермиялық реакция. Термиялық
реакция болады. 5 килограммға тең. Есептің шарты бойынша берілген жазамыз. 5 килограмм. Құртырысқа. Так. Бізде қанша жол бөлінді белгісіз, сол себепті төбесіне 2 килоджоуль дейміз. Көрдіңіз ба? Енді көмір бізде 5 килограмм болатын болса, осы көмірдің малярлық массасын қараймыз. Көрдіңіз ба? Масса 12 есептің шарты бойынша килограмм берілсе, онда көмірді де 12 не деп аламыз? Килограмм деп аламыз. Түсінікті ме? Енді осыдан кейін бізде 4 санымыз мінекей белгілі болды. 5 килограмм, 12 килограмм, 200 килоджоуль және 393 килоджоуль. Дұрыс па? Кіресе әдісін қолданамыз. Мынаған 5 килограмм жазасыз. Мынаған X жазасыз. Килоджоуль, дұрыс па? Толығымен жазайын. Жазып отырамыз, балдар. Жазып отырамыз, тыңдап отырамыз. Қарап отырамыз. 93 килоджоуль. Дұрыс па? Осы арадан енді нені табамыз? X-ті табамыз. Так, X тең болады 5 килограмм көбейтілген 393 килоджоуль. И бөлінген қанша? 12 килограмм. Дұрыс, килограмм мен килограммды қысқартамыз. Сонда бізде не қалады екен? Килоджоуль. 5-ті көбейтеміз 393-ке. 163 75 болады. Дұрыс па? Дұрыс па? 75. Егерде қараңызшы, 163.750 килоджоуль дейді. Дұрыс па? Бізде 1 килограммда неше грамм бар? 1000 грамм бар. Яғни мына шыққан санды нешеге көбейтеді екенбіз? 1000-ға көбейтесіз. Егерде біз 1000-ға көбейтетін болса, неше болады екен? 163.750 не болады екен? Килоджоуль болады. Енді балдар былай, бас жағында, мұқият тыңдайық. Бас жағында, мына 5 килограммды 5000 грамм деп алсаңыз да болады. Естіп отырсыз ба? Енді мен сендерге есептің шартында килограммен көрсетілгесін килограммды жазып қойдым. Мынаны 12 килограмм деп алдық. Енді мынанда біз килограмм емес граммға айналдыратын болсақ 1200 грамм болып кетеді. Солай ма? Сонда граммды қолданатын болсақ, мына жерде мінекей 5000 грамм деп қолданатын болсақ, мына жерде 1200 грамм деп қолданатын болсақ, онда жауабы 163.750 килоджоуль шығады. Түсінікті ме? Бұл екінші әдісі деп қабылдауыңызға болады. Түсінікті ме? Егер тек қана килограммен шығаратын болсақ, онда 163.75. Ар жағында нөлі тұр. Дәлдікпен шығаратын болсақ, 1000-ға көбейтесіз. Яғни, мына әдісті де қолданып кетсеңіз болады. Түсініңіз бе? Осылай қылып, термохимиялық теңдеу есептерін шығаруға болады екен. Түсінікті ме? Ал енді осы есептерге қарап, және де басқа есептер берілген, манағы біз сіздермен бірге айтып өткен формулаларды қолдану арқылы біріншіден бастап қалған есептерін толығымен шығаруға тырысайық. Түсінікті ме? Уақыт беріледі. Есептер шығарып, тақтаға шығарып боламыз.
түсіндіріп кетеміз. Қай формуланы қолданамыз? Формула қайда? кішкентайдан көбейтілген сабақтардың саны. Так, қате бар ма? Мұқият бәріміз қарайықшы. Қай жерде қатесі бар? Не жазылмай қалды? Не жазылмай қалды? Моль. Грамм моль. Қай жерде моль жазылмай қалды? Қай жерде қате бар? Авогадро санында моль болу керек па? Моль деген болу керек. Қайда болды моль? Авогадро сан жоқ, бұл жер емес. Келіңіз қатесін жөндеңіз. Келіңіз қатесін жөндеңіз. Мольдарды біз не істеуіміз керек? Қысқартамыз. Неге қысқартпадық? Сонда не қалады екен? 60 бүтін. 100-2 көбейтілген 10-20. 60 бүтін 100-ден емес, 10-2. Қайдағы 100-ден 2? 10-2. Көбейту. 10-20. Жақсы, болды. Тағы шыққан есептеріміз бар ма? Келіңіз, жалғастырайық. Так, үшінші есепті қалай деп аталады? Айжан абайсызда. Массасы 15 грамм. Массасы 15 грамм. Бір ас қасық қантты жерге шашып алды. Ол қанттың қанша молекуласын шашып алғанын есептеңдер дейді. Арғы бетіне жаза қойыңыз. Қант деп қоюға болады дейді. Мынаны бөлшектеу дейді. Қанша шықты? Қай формуланы қолданды? Формула. Не болады? Моль ма, әлде? Не болады екен? Грамм бола ма? Грамм моль. Грамм моль болады. Формуласы қайда ма? Формула қайда? Қандай формула қолданамыз бұл есеп шығару үшін? Формуласы қайда? Üstüne жаза қой, иә. Қай формуланы қолданамыз? Иә. Формуланы толықтай жаттау керек балдар. Есепті шығардыңыз ба? Қалай шығардыңыз есепті? Формулаға жүгініп істеген болсаңыз, формуланы көрсету керек, міндетті түрде. Есеп шығаратын болсаңыз, формуланы қолданып шығарып отырсыз ғой, солай емес пе? Формуласын жазып көрсетеміз. Сабақтың бас жағында біздер формуланы жаздық. Не себепті формула жаздық? Оларды қолдану үшін 10-22 дәрежесіндегі болды ма?
Так, 26. 26. Oldu ғой да? Бұл жерде грамды қысқартпаймыз ба? Мольді қысқартпаймыз ба? Мольді қысқартпаймыз ба? Сонда сан болады ғой. Бұл жерде N-A молекула деп отырсыз. Солай ма? Грамм, моль қысқартамыз. Жақсы отырыңыз. Келесі, тағы шыққан есеп бар ма? Екінші есеп, келіңіз. Келіңіз. Tamam. Қай формуланы қолданды? Так, есіңізде болсын, ең бірінші есеп шығарған кезде мынаны жазамыз, формуланы жазамыз. Есіңізде болсын. Сонда сізде бірінші формула жазу керек, бір дейсіз. Рамкаға дұрыстап жазайық. Бірінші формула жазамыз. Содан кейін барып есеп шығарып кетесіз. Түсінікті ма? Жақсы, молодец, дұрыс. Жауабымен бірде ғой, да? 0,15 мол шықты ма? Так. Алты есептің неше шықты? Келіңіз. Келіңіз, жаза қойыңыз. Үш есеп шықты ма? Үшеу ма, төртеу ма? Үшеу. Мына кісімен төртеу болады ғой, да? Жақсы. Бесінші есеп. Бесінші есеп жазып аламыз. Kaça oldu? 20 mı? 520. Ha bizde cevabında kaça deyip duruyordu? Beşinci есеп mi? 6. есеп koy bu. Cevabında kaça deyip dur? 500. 570 ne болу керек? Килоджоуль болу керек. Қате бар? Демек. Дұрыс па? Қате бар. Қай жерде қате кетті? Соны іздеп табамыз. Жарай ма? Қате бар. Есептің берілгенде килоджоуль болу керек. Жақсы отырамыз. Есептің берілгенде 22-ші параграфта шығып қалды. 22. Аштыңыз ба? Сізде 6-шы жаттығу берілген. Көріп отырсыз ғой? Келтірілген термохимиялық теңдеулер бар. Экзотермиялық және эндотермиялық деп екеуін жіктеу керек болады. Дұрыс па? Ал кім айтады?
экзотермиялық, эндотермиялық екі реакцияға жіктеу керек. А дегеніміз. Қайсыған жатады? Экзот ма, әлде эндотермиялық? Асы қайсыған жатады? Экзотермиялық. Неге экзотермиялық? Біреуіміз айтады. Не бар? Қосу деген не ол? Плюс деген не? Мағына береді. Жылу бөледі. Келесі? В. Және соңғысы қалды ғой, да? Ол қайсыған жатады? Енді балдар, бүгінгі сабақта экзо-эндо деген екі жылу эффектісіндегі болатын жайттарды айттық, дұрыс па? Сонымен экзотермиялықты қалай түсінуіміз керек болады? Жылуды бөле жүретін деп түсінеміз. Эндоны ішке қарай сіңіре жүретін реакция. Солай ма? Так, құрметті оқушылар, енді сіздерге мына стикерді беремін. Сіз бүгінгі сабақты қалай өтті деп бағалайсыз? Соны мына стикерге жазып, білемін, білгім келеді, үйрендім деген стратегияға шығып естіп кететін боласыз. Естіп отырсыз ба? Так. Енді назар аударамыз. Назар аударайық, бері қарай. Қызыл дөңгелек. Маған сабақ ұнаған жоқ. Уақытым босқа өтті. Екіншісі, жасыл дөңгелек. Сабақ ұнады, әлде ізденуім керек. Үшіншісі, сары дөңгелек. Сабақ маған қатты ұнады, жақсы қатыстым деп ойлаймын. Дейтіндерім осы келіп мына тақтаға шығып ББУ стратегиясына не істейміз? Жабыстырып бағалап кетеміз сабақты. Естіп отырсыз ба? Стикерге жазып, келіп бағалап кете қойыңыздар. Бері қарайық, балдар. Балдар, бері қарайық. Бағалау сабақты бүгінгі бағалауыңызға қарағанда, бүгін яғни білемін дейтіндер, үйрендім дейтіндеріміз жарма-жар болып тұрған сияқты ғой, солай ма? Ал білгім келеді дегендеріңіз жоқ екен ғой, солай ма? Түгел бәріңізді түсініп отырсыз сабақты, бүгінгі тақырыпты, солай ма? Онда сіздің бағаңыз осындай екен. Яғни бүгінгі сабақ 4 пен 5-ке өтті деген ғой, солай ма? Так, жақсы. Олай болатын болса, бағалау парақшасы бойынша қазір сіздің бүгінгі сабақта алған бағаларыңызды айтып кетейін. Әсемай, Бекнұр, Ұлболсын, Ариана, Аяулым. Так, 5 деген баға шығады. Бүгінгі сабаққа ұпайларыңызды түсірген екенсіз, мінеке қойғансыз. Так, келесі Гүлбану, Ақбөбек, Меруерт, Гаухар. Дәл сондай 5 деген ұпай шығып тұр, 5 деген баға шығып тұр. Берекет, Нұрлыбай, Арсен. Так, бұл жерде 3-іміз бар екен, Нұрлыбайға 3 түскен. Бағамыз Берекет 5, Береке 5. Арсен 7-де 1 деп қойыпсыңыз. 7-де 1 дегеніміз 4 болатын болды бұнда. Арсен 4 алып отыр. Так, Жансая, Ақниет,
Салтанат, Нағима, Ақжан, Қарақат. Жансая мен Салтанат бүгін жауап берілмегенге ұқсайды. Яғни келесі сабақ жауап беретін боласыз. Ал Ақниет, Нағима және де Ақжан мен Қарақат 5 деген бағамен шығып отыр. Міне бүгінгі сабақта алған бағаларыңыз осындай болады екен. Ал құрметті оқушылар, үйге тапсырманы жазып аламыз. Үйге тапсырманы. Дәптерге үйге тапсырманы жазып алыңыз. Есептер мен жаттығулар жинағынан нөмір 3-20, 3-21 және 3-22 68-ші беттегі есептерді бұйырса шығарып келетін боласыз. Ал түсінбегеніңіз болса, сабақ кезінде талдап өтеміз. Түсінікті ме балдар? Бүгінгі сабағымыз енді мәресіне жетті, аяқталды. Белсенді қатысқан үшін сіздерге рахмет айтамын. Рахмет, сау болыңыздар.